Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, үй жағдайында дайын болатын, құрамы бар болғаны 3 қана заттан тұратын сыр жасап көрсететін боламын. Барлығын видеода мұқияттай толыққанды түсіндіретін боламын. Сондықтан ең керек жерлерін өткізіп жібермей соңына дейін көріңіздер. Ал енді бізге қажетті заттар дүкеннің сүті болса да жарайды. Менде осы жерде 2 литр қолдың сүтін алдым. Ауылдан әкелінген кәдімгі сиырдың сүті. Ал сіздер дүкеннің сүтін алатын болсаңыздар, майлылығы міндетті түрде 3,2% болу керек, немесе 6%-ық сүтпен жасасаңыздар да болады. Отымыздың астын жағып, осылай сүтімізді ыдысымызға құйып, орташа отқа қоямыз және 1 ас қасық тұз салып жібереміз, араластырып, сүтімізді қайнауға дейін жеткіземіз. Сүтімізді қайнатпаймыз, қайнауға жақын қалған кезде қоспамызды қосатын боламыз. Оған дейін біз қоспамызды дайындап аламыз. 5 жұмыртқа және 20%-ық осындай қаймақтан 5 ас қасық қосатын боламыз. Міндетті түрде кез келген 20%-ық қаймақ қоссаңыздар болады. Барлығын осылай жақсылап араластырып, бір қалыпқа енгенше жақсылап араластырамыз. Шамамен 1 минуттай араластырсаңыздар жеткілікті. Міне қоспамыз осындай өте сұйық болып шығады. Енді осы сұйықтығымызды қайнайын деп тұрған сүттің үстіне құйып жібереміз. Құйып болған соң 2-3 мәрте сапырып, оттың астын баяулатып қоямыз. Және осы жақсылап араластырып болған соң 5-6 минутқа сүтімізді қайнатуға қоямыз. Қыздар, міне бұл жерде шамамен 1-2 минут қайнаған соң осылай ірімшіктеріміз пайда бола бастады. Яғни ірімшігіміз жиырылып, сар суынан бөлініп, біздің сырымыз пайда бола бастады. Енді осы жерде көріп тұрған қара қоңыр түйіршіктеріңіз бұл сүттің қаспағы, араластырған кезде алынып кеткен болатын. Ол еш нәрсе қылмайды. Ал ендігі кезекте біз осындай тор ыдысымыздың үстіне ақ матамызды, ақ марля, не дейміз өзі, шыт матамызды болсын, осындай орамалымызды болсын, таза болуы керек. Тазалап 2-3 мәрте ыстық суға жуып болған соң, осылай ыдысымызға салып, ірімшігімізді сүзе бастаймыз. Барлығын осылай жақсылап сүзіп аламыз. Барлығын осылай ыдысымызға толыққанды құйып болған соң, орамалымыздың шет-шетін жинап, осы кезде мұқият абай болыңыздар. Қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Ірімшігіміз өте ыстық болып тұр. Енді осы видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай қысып сар суын шығаратын боламыз. Және де қасықтың көмегімен осылай басып қалған суларын осылай шығарып жіберетін боламыз. Барлығын осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жасап, кез келген формаға, яғни тордың үстіне су тамшылап кететіндей қылып қойып қоямыз. Мен үйде осындай тор ыдыс болғандықтан осындай тор ыдысқа орналастырдым. Енді үстінен ауыр затпен бастырып қоямыз. Мен осындай 5 литрлік баклажкаға су толтырып, үстінен бастырып қойдым. Негізі кез келген форманы орналастырсаңыздар болады. Ең бастысы астынан осындай су тамшылап тұруы керек. Және кем дегенде осылай бастырылып 5 сағат тұру керек. Мен осы кезде түнде жасадым бұл сырды. Енді азанға дейін осылай бастырылып тұратын болады. Және де азанда сырымыз дайын болады және өз формасын өте жақсы ұстайтын болады. Қыздар, құрамы табиғи әрі таза болғандықтан өте дәмді өнім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл сырдың ерекшелігі пиццаға қоса алмайсыздар, бірақ дәмі деген өте керемет дәмді болып шығады. Тойымды әрі сіңімді екен. Егер де осы видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай да өкінбейсіздер, өйткені өте дәмді сырлардың бірі болып шығады. Үйдегі жақындарыңызды және балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан осы сырды жасап, таңғы асқа ұсынып, үйдегі жақындарыңызды қуантып қойыңыздар.